702 439 05 62. Қайда? 05 62. Кімдікі нөмір? Кімдікі? Сенікі ма? Бәрекелді. Келе ғой. Қандай телефон сонша? 500 адам ішінен маған телефон түскен. Көрсетші. Түрін көрейін. Қандай аты? Оппа деген телефон. Қандай телефондар бар еді? iPhone 11-дер отырады. S10 плюс Samsung-дер отырады. Оппалатып жерді ғой. Ана жерге барда қалаған өзіңе қалаған сыйлықтан. Қалаған сыйлық. Оппа, сообщениелерге батыр. Қай жылғы боласыз дейді. Қой, қайсың ода? Кешкен не планыңыз бар? Қойыңдар, онда емес қой. Болды, тоқтатыңыздар, болды, рахмет. Осы телефон нөмір жазып қойыңыздар. Кім осы Ерекеңнің тойынан телефоныңызды жазып алдым деп маған хабарласады, сол тойға тегін. Пожалуйста, рахмет бауырымызға. Қошемет, қошемет. Ал енді сұрақ жауап бастайық. Бір кішкентай ғана серпіліс болсын, мен сұрақ қоям, қолдарыңызды көтересіздер. Қол көтерген адамға жауап айтуға рұқсат. Жердің ортасында не бар? Опа, мына кісі көтерді. Қол көтеріп қойды. Так. Жердің ортасында не бар? Орныңыздан тұра қойыңыз. Е дыбысы. Қалай? Е бар. Е бар! Дуғал шапалақ! Дұрыс емес. Жердің ортасында не бар? Не бар? Шымкент бар дейді. Су бар дейді. Қағба бар дейді. Тағы кім қандай берсе? Не бар? Астын Америка төбесі Түркістан дейді. Не бар? Не бар? Не бар? Бергеліңіз! Ай, жаным, бергел. Міне, жердің ортасынан не бар екенін айтты. Келіңіз ортаға. Ай, бәрекелді. Жердің ортасында не бар екен? Мен. Дұрыс, адам бар. Кез келген адам отырған жердің ортасы. Тұрған жердің ортасы. Мына кісі қазір жердің ортасында тұр. Мен де жердің ортасында тұрмын. Бұл кісі неге түзу тұр? Өйткені жердің ортасында тұр. Дұрыс па? Қошеметтеп қойыңыздар. Егер біз жердің шетінде тұрғанда, біз қисық тұратын ек бұлай. Рас па? Немесе шалқайып тұратын ек. Ал, қалаған ойыншыңыз, темеңіз өз қалағанын алсын ішінен. Қалағанын алыңыз. Мына бала, мен папа деп жүр, кім баласын ол? Папа деп жүр ғой? Папаң осындай красавчик беді? Папам осындай болса ғой деген ғой енді, сондай болады енді, деп қойынды. Бәрекелді, алды ма? Алдыңыз ба? Мінекей, бәрекелді. Ал, ендігі келесі сұрақ. Әйелдер көп сөйлей ма, еркектер ма? Әйел көп сөйлей ма, еркек па? Әйел көп сөйлейді дегендер қолын көтерсінші. Әйелдер көп сөйлейді дегендер қол көтерсін. Так, міне, так. Жаным әшейін. Миларың жеп қойған екен ғой. Қолымыз сүреміз, еркек көп сөйлейді дегендер қол көтерсін. Чай. Мұналар сұмдық қой мұнау. Рахмет. Негізі статистикада әйел көп сөйлейді деген. Ал енді сұрақ. Әйелдердің ең аз сөйлейтін айы қай ай? Қол көтереміз. Кетті. Қай ай? Не ол? Февраль. Келіңіз ортаға. Дұрыс. Әйелдердің ең аз сөйлейтін айы февраль айы екен. Ақпан айы. Ал енді себебін сұрайық. Не үшін әйелдердің аз сөйлейтін айы февраль айы? Не үшін? Себебі ол айда 28. Дұрыс. 3 күн аз сөйлейді екен ғой сонда. Соған шылай алмай жүр. Қалаған сыйлығыңызды алыңдар жеді. Ұнаған сыйлығыңызды алыңыз. Ал енді тағы бір сұрақ. Бір көз, бір құлақ, бір мүйіз. Ол не? Бір көз, бір құлақ, бір мүйіз. Ол не? Дуалдан жартылай сығалап тұрған. Бұқа? Бұқа! Дұрыс айтады. Дұрыс айтады. Көбісі сиыр деп қателеседі. Келіңіз ортаға. Біреулер сиыр деп қателеседі. Негізі бұқа. Сиырды аңдып жүрген бұқа. Алыңыз. Қалаған ойыншығыңызды алыңыз. Бәрекелді. Ал енді осы жер бетіндегі қанша мамандық бар, соның ең қиыны қандай мамандық? Кім айтады? Мамандық, ең қиын мамандық. Асаба деп қояды. Сокращение шыққандардың бәрі асаба болып кетіп отыр кез. Қандай екен? Мұғалім. Мұғалім! Дуғал шабалақ, дұрыс емес.
Қарасаңызшы, мына мұғалім ухоженная, әп-әдемі. Қиын болса осындай мұғалім бола ма? Иә? Бәрекелді. Қандай? Кім? Грузчик? Летчик. Домохозяйка. Сіз домохозяйкасыз ба? Бодрыйсыз ғой? Домохозяйка ма? Әбір жерге кету керек қой, қиын болса. Қанекей, оң жаққа кетейік. Ең қиын мамандық, ана, қол көтерді. Қанекей. Кім екен? Бала күтуші. Бала күтуші? Сіз бала күтушісіз ба? Бала күтіп көріп пеңіз? Қиын бекен? Әрине. Қойыңызшы. Дәл сіз сияқты болса күшті ғой. Томпиып қаған әпедем. Красавица. Не екен? Ең қиын мамандық. Ең қиын мамандық не екен? Не ол? Қандай? Дәрігер? Адам болу! Келіңіз ортаға. Дұрыс. Ең қиын мамандық адам болу. Міне, біз өмірге Алла тағаладан адам болып келеді екенбіз. Бірақ өкінішке орай көбісі адам болып қайта алмайды екен. Бірісі өсекші болып қайтады екен, біреуі арам тамақ болып қайтады екен, біреуі өтірікші болып қайтады екен, біреуі зинахор болып, біреуі парахор болып, біреуі алқаш болып қайтады екен, біреуі ешак болып, біреуі шошқа болып қайтады екен. Бірақ соның ішінде адам болып қайтатындар болады екен. Осында отырған баршамызды Алланың алдына адам болып қайту нәсіп етсін деп бір қошеметтеп қойыңыздар.